Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен мен тағы да маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазғандарыңыз үшін барлықтарыңызға алғысым шексіз. Және де бүгінгі күні осы тақырыпта әңгіме қозғағым келіп отыр. Немере мен жиеннің айырмасы. Жалпы қай кезде болмасын, біздің салтымыздың, дәстүріміздің, ғұрпымыздың қоғамда өте үлкен рөл атқаратыны, жалпы болашақ ұрпаққа біз осы қандай қазақтың салттары, қандай атаулары болғандығын үйретіп, айтып отырмасақ, ешкім бәрін туа білмес. Қазіргі қоғамда байқап жүрсем, кейбір адамдар, барлықтарыңыз білмейді деген нәрсе емес, менің өзімнің ой түйекеле қоғамға қосқан титтей де болса үлесім болсын деген ниетпен осы атаулардың ара жігін ажыратып алсаңыздар екен деп айтып отырмын. Бізде жалпы қазақта 3 жұрты болады қазақтың. Өз жұртың, қайын жұртың, нағашы жұртың. Өз жұрты ол өзіңнің тегің, әкеңнің жағы. Нағашы жұрты ол сіздің анаңыздың тумаластары, туғандары. Және қайын жұртыңыз ол сіз өсіп, жетіліп, шаңырақ көтеріп, өзіңіз жеке үй болғанда, жалпы бас қосқан жарыңыздың, еркек болсаңыз әйеліңіздің, әйел болсаңыздың еріңіздің туғандары сізге қайын жұрт болады. Жалпы қазақтың дәстүрі өте керемет қой, соның барлығының өзінің туыстық атаулары бар. Соның ішінде жаңағы әкеңіз жақтың жалпы ұлдан туған ұрпақ бізге немере болады. Қыздан туған ұрпақ ол сізге жиен болады. Осыны көп адамдар шатастырып жатады екен. Соны жақсылап біліп алу керек. Жалпы жеті атаны білу, жеті атаңды білмеген жетесіз деп жатады. Барлығын үйрету біздің ата-аналық борышымыз, парызымыз. Сондықтан біліп жүрейік, үйреніп жүрейік, білмейтінімізді сұрайық. Бүгінгі қоғамға, бүгінгі күнге жеткен қазақтың мықтылығы, қазақтың тектілігі, жалпы біз өте керемет халықпыз ғой қазақ. Осы қазақтың кереметтілігі, осы қазақтың мықты салт дәстүрінің, мықты дәстүрінің арқасы. Сондықтан біліп жүрейік, ой қосып жүрейік, бөлісіп жүрейік. Біріміз білмегенде біріміз білеміз. Сондықтан әрбіреуіңізге пайдалы болсын деген ниетпен бүгін жиен мен немеренің ара жігін айтып отырмын. Сәлеммен, мен тағы барлық үшін рахмет.